Баршаңызға сәлем. Асқабақтың де мезгілі басталды. Сондықтан бүгін сіздермен денсаулыққа өте пайдалы, құрамы дәрумендерге бай асқабақты крем-суптың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен барлық керекті өнімдердің сыртын қабығынан ашып, жуып, тазалап дайындап аламыз. Енді тураймыз. Жуаны видеода көріп тұрғандарыңыздай кубиктерге бөліп турап аламыз. Сәбізді де орташа қалыңдықта дөңгелектеп тураймыз. Қалауларыңызша басқа да көкөністің түрлерін қоссаңыздар болады. Асқабақты да орташа қалыңдықта тураймыз. Барлық өнімдерімізді турап дайындап алдық. Енді ыдысымызға май құйып, қыздырып, жуамызды салып, жақсылап қуырамыз. Мен сұйық майға қуырдым, қаласаңыздар сары майға қуыруға болады. Енді үстіне туралған өнімдерімізді саламыз. Сарымсақты бүтіндей салдым. Туралған сәбізді, туралған асқабақты салып, су құямыз. Су асқабақтың бетінен ғана болу керек. Көп құюдың қажеті жоқ. Қақпағын жауып, асқабақ пісем дегенше қайнатамыз. Асқабағымыз пісті, ішінде кішкене суы бар. Осындай картоп езгішті пайдалансаңыздар болады, немесе блендердің көмегімен асқабақтарды езіп, пюре жасаймыз. Барлығы біркелкі болғанша жақсылап езіп араластырамыз. Барлығын езіп жақсылап араластырып, осындай қою пюре болып шығады. Оның үстіне 200 мл кілегейімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Отқа қойып, тағы да 5 минут қайнатамыз. Супымыз осылай қоюланады қайнаған соң. Осымен асқабақтан жасалған крем-супымыз дайын. Құрамы витаминдерге бай, денсаулыққа өте пайдалы суп. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер, балаларыңызға жасап беріңіздер. Асқабақ жемейтін балаларға осындай қылып супы жасап берсеңіздер, тауысып ішіп қояды. Асқабақтың дәндерімен немесе басқаша жаңғақтың түрлерін қосып ұсынсаңыздар болады. Видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ләззат аз болсын.